Сәлем сұлулар, бүгін өте әдемі, дәмді, мен үшін жаңа фаворит атанған осы бір салаттың рецептін сіздермен бөліскім келіп тұр. Асығып тұрмын. Сенесіздер ме, үйдегілерге де қонақтарыма да барлығына ұнап, жаңа бір дәм, жаңа бір өзгеше болып шықты. Ол үшін бізге шампиньондар, яғни консервіленген саңырауқұлақтар, корнишон және тәтті бұрыштарды осылай ірілеп, үшбұрыштап турап саламыз. Оның үстінен ет. Қараңыздар, құрамы өте қарапайым болғанымен өте дәмді және дастарханыңызды ашып тұратын салат болып шығады. Міне шерри помидорларымыз, уақ помидорлар. Оның үстінен кинзаны турап саламыз. Өте әдемі, дәмі тіл үйретін, кәдімгі дастарханыңызды ашып тұратын ерекше салат болып шығады. Азын шоғын тұзымызды саламыз. Мен барлық құрамын описаниеге толығымен жазып кетемін. Міне қызыл бұрыш ұнтақталған. Дәмі өте керемет болады. Қатты ащы да болмайды. Міне үстінен соевый соус. Соевый соусты мен салатқа осылай салдым. Немесе етпен бірге соевый соус қосып қуырып алсаңыздар да болады. Әркім өз қалауынша. Және консервіленген горохты салып, енді осы жаңағы салған бұрыш тұздарымыздың үстінен қайнап тұрған сұйық майымызды ысылай құятын боламыз. Енді барлығын жақсылап тұрып, тұзы барлығы араласқанша жақсылап тұрып араластырып, дастарханға бере берсеңіздер болады. Өте әдемі, дәмді, тойымды, тез желінетін, керемет салат болып шығады. Менің арнама аптасына 2 рет өте керемет рецепттер шығып тұратын еске саламын. Сондықтан жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, әр жасаған осы рецепттеріме комментарий жазып, лайк басып отырсаңыздар, маған үлкен шабыт береді. Тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар достар.